Келесі оқылатын пьеса бұл астаналық Әзірбайжан Мәмбетов атындағы музыка драма және комедия театры. Мәмбетов атындағы театрының актері, драматург болып жүр. Соңғы кезде бізді драма кезетте бірнеше пьесалар оқылған. Үшінші көрейді. Үшінші пьесасы бізге эксперттік комиссияға жіберген кезде аты жөні белгісіз жіберіп, сонда да эксперт комиссия үшінші таңдап отыр. Сонымен бірге жыл кеше ғана өткен Ақтөбеде өткен балалар және жасөспірімдер тілге арналған драматургия конкурсы болып, сонда жүлделі орын алған актер және драматург. Осы Аманжол Қазбек «Алло» деген пьесасы режиссері Мадияр Наукенұлы. Қайырлы кеш. Алдарыңызда тұрған Жүргенов академиясының 3-ші курс драма әртісі студенттері және режиссер Наукен Мадияр магистратура. «Алло» пьесасы студенттердің жұмысы. Қалалыңыздар. Бірінші телефон. Көше. Телефон дөңгіршегі. Саят телефон дөңгіршегінің қасында гитара ойнап, ән айтып қайыр сұрап отыр. Айтшы жаным, қайда жүрсің, қайда? Шақырады арман үнің айға. Қызғалдағым көктемі боп жайда. Аңсағыным. Шляпа киген бір өтіп бара жатқан адам Саяттың қасына тоқтап, сол қалтасын қарайды, ештеңе таппайды. Оң қалтасын қарайды, ештеңе таппайды. Төс қалтасын қарап, ішінен 50 теңге алып шығып, ол ақшаға мұқият қарап барып, Саятқа 50 теңге лақтырып кетеді. О, 50 теңге 1 минутқа жетеді. Саят гитарасын қойып, 50 теңгені алып, телефон бутқасын салады. Алло, бұл Ломоносова 147 ма? Маған Ләззат Темірболат қызы керек. Ләззат. Ләззат. Қалай түсінбейсіз? Лиза? Жоқ, Ләз. Алло. Сука. Уақыт бітіп қалды. Телефонды бір ұрып, қайта гитарасын алып ән салады. Екінші телефон. Екі үй, екі түрлі бөлме. Сағат түнгі 12 жарым. Олжас жазып отыр. Телефоны шылдайды. Алло. Алло, сәлем. Сәлем мүмкін. Танымайсыз. Жарайды отыр бақа. Телефонын тастай салады да, қайта жазып бастайды. Телефоны қайта шылдайды. Алло. Неге тастадыңыз? Сізге ұнамайын ба не? Ой, қатты ұнайсың. Не істеп жатсыз? Сенімен сөйлесіп отырмын. Өлең айта аласыз ба? Жоқ, шпагат қыдыра аламын. Соңғы кез кетіп жүр. 1 метрінен шығып кетіп тұр. Атыңызды айтыңызшы. Неге? Не істейсің оны? Біліп жүрмін. Родриго деші. Қойыңызшы. Пожалуйста. Жоқ. Диего деші хотя бы. Құмаңызшы. Или битвай. Паблито. Паблито? Или олайтын келмесе, Фернандес рыча. Білмеймін. Ладно, Меге деші, Меге. Диего деген жақсы сияқты. Сен телефонды өзің келіп тұрма, үйтіп жүрегіме жара салма. Не істеп отырсыз? Енеме қазып отырмын. Біреу есіп қалады. Қазір кенем сөйлесем, біреу келді. Тұтқаны қояды. Үшінші телефон. Кірме. Әйелдің бір жағында әйел, бір жағы бос. Әйел әлде біреуді күтіп отыр. Әйелдің қолында сумка бар. Сәлден соң әйелдің келесі жағына бір еркек келеді. Еркектің үстінде түрме киімі. Әйел әйнекке жабысқан телефонды алады. Ал. Еркек алады. Әйел қимылмен телефонға көрсетеді. Еркек қиналып алады. Тағы қорлауға келді. Әйел телефонға қарқылдап күледі де, қайта түзеліп ашулы үнмен. Неге? Айттым ғой, менің кінәм жоқ. Қанша рет айтып болады, тіпті түрмеде де ұршаныш, өзімен өзім жазамды дейді. Жоқ, сен әдейі жасан. Бәрін айт, енді ештеңе өзгермейді. Түсінші бәрі өтті кетті. Суай,
Ах, безер. Мақұл. Сука. Еркек телефонын тастап кетіп қалады. Тоқта, менен енді қашып құтыла алмайсың. Осы түрмеде шіріп өлесің. Тоқта! Бірінші телефон. Көше. Телефон дөңгіршегі. Саят телефон дөңгіршегінің қасында әлі гитара ойнап ән айтып отыр. Айтшы жаным, қайда жүрсің, қайда? Шақырады арманының айға. Қызғалдағым көктемім боп жайна. Аңсағаным. Шляпа киген бір өтіп бара жатқан адам Саяттың қасына тоқтап, сол қалтасын қарайды. Ештеңе таппайды. Оң қалтасын қарайды. Ештеңе таппайды. Төс қалтасын қарап, ішінен 50 теңге алып шығып, ол ақшаға мұқият қарап барып, Саятқа 50 теңге лақтырып кетеді. О, 50 теңге? Ақшаны алып, дөңгіршекке салмақ болып қайта алады. Жоқ. Қазір тағы уақыт жетпей қойып жүрсе. Қайта гитарасын алып ән шырқайды. 4-ші телефон. Диванда біреу жатыр. Алло, бұл полиция ма? Аты жөнімді айтпай. Мен бүгін біреуді өлтірем. Мен тыңдаңыздар. Менің бір шартым бар. Алло, мен естіп тұрсыңдар ма өзі? Барлығына сендер кінәлісіңдер. Мен қазір счет жіберем. Егер сол счетқа дереу 500 000 ақша аудармасаңдар өлтірем. Айтпады менде. Келіп тәуре болмаң дәре. Егер келсеңдер ол өліп дей беріңдер. Счетты жазып алыңдар. 44, 55, 23, 69, 87, 41, 10. Сабыр сақтамайды ма? Ол сондай жақсы жігіт еді. Оқуды жаңа бітірген, албырт. Тас түгіл тау қопаратын. Алдады ғой, алдады. Сұп-сұлу жігіт еді. Қыздардың бәрі қыр соңынан қалмаушы еді. Биді қалай билейтін, ой. Төбелесті де қатырушы еді. Тіпті нокаут жасаудан чемпион болады. Жібердіңдер ме ақшаны? Мен қазір орындық тебе салам. Қиық. Шаруа бітті. Не? Айтпай ма адресті? Мен масымын. Ішіп алғам, кім ішпейді? Ішіп алып көлік жүргізіп тұрғаным жоқ. Заң бұзбадым. Енді қалған ішіп алып телефонды сөйлескендерге штраф салыңдар. Сендер, ана жақтағылар, сендер мектеп бітірдіңдер ме өзі? Ана ақшаны аудармай қойыңдар. Керек емес, шарт өзгерді. Маған ана заңды ойлап табатын біреуге берші. Соған бір-екі айтар сөзім бар. Жеткізейміз, мәз жеткізесіңдер. Өткен жолы әкімге бір жапырақ қағазға қол қоятын өтінішімді жеткіздіңдер. Шақыр. Алло, сендер түсінбейсіңдер ме? Мен қазір адам өлтірем. Сайтан алға. Алло, сен бе заң ойлап табатын? Көкем-ау, не заң анау? Сен сабақ оқыдың көзі, көшеге шығасың ба, былай қыдыру, таза ауа жұту деген жоқ па сенде? Алло! Телефон іздестірді. 5-ші телефон. Кемпір қозғалатын орындықта отыр. Шалау, қалайсың? Ол жақ қалай? Бізде бәрі аман. Немерелерің ойнап жүр, Ана бұрыштағы дүкенің балымыздағы қымбаттап кетті. Бағандай 25 теңгеге. Шалау. Ана бұрыштағы дүкенді айтам. Сондағы балымыздақтың бағасы қымбаттаған. Бұрын 150 тиын тұғын. Қазір 175 тиын. 150 теңге? Ал қазір 175 теңге. Пенсия көтерілген не керек? Балмұздақтың да бағасы бірге көтеріп тұрған жоқ па? Не? Шатымаш жаман шал. Тоқал аламын не? Саған кім қарай? Телефонын тастай салады. Қазір хабарласады. Жаман шал. Тоқал аламын дейді ғой. Не хабарласпай жатыр ей?
жазып жатыр ма екен? Жоқ, ей, ол маған сөз салғанда. Сенен артық жар табылмас деген. Жоқ, мүмкін ой өзгерді ме? Жоқ, менің шалым ондай емес. Иә, оның көзі дұрыс көрмей, телефонның нөмірін табылмай отырған шығар. Шалым, қазір хабарласады. Ендігі хабарласатын болды ғой. Тұқымын таралғыр жаман шал. Тоқалымен сөйлесіп жатыр екенсің, Бәлем, қазір көрсетпеймін оған тоқалды. Телефонын тез алып қайта хабарласа. Бірінші телефон. Көше. Телефон дөңгіршегі. Саят гитарасын ән айтып. Айтшы жаным, қайда жүрсің, қайда? Шақырады арманының айға. Қызғалағым көктемім боп жайна. Аңсағаным. Тағы да шляпа киген бір өтіп бара жатқан адам Саяттың қасына тоқтап, сол қалтасын қарайды. Ештеңе таппайды. Оң қалтасын қарайды. Ештеңе таппайды. Төс қалтасын қарап, ішінен 50 теңге алып шығып, ол ақшаға мұқият қарап барып, Саятқа 50 теңге алдырып береді. 100 теңге. Телефон дөңгіршегіне салады. Алло, тағы да сәлеметсіз бе? Мені Ләззат Темірболат қызымен байланыстырыңызшы. Бұл Ломоносова 147 ғой. Ләззат, 2-сы. Жоқ, мен сізге ақыл айтып тұрғаным жоқ. Жай шатасып кетпесін деп анықтап айтып жатқан. Сіздікі дұрыс, өте дұрыс. Мен ашуланба. Оларға күннен 1000 адам хабарласады. Сондықтан ашуланудың қажеті жоқ. Қайта 50 теңге салады. Алло, қайырлы күн. Маған өтініш Ләззат Темірболат қызы келген. Сонымен байланыстырсаңыз. Күтіңіз. Рахмет. Таптым ау өйтір. Қанша күтуге болды? Менде уақыт аз еді, қазір үзіліп кетуі мүмкін. Әрине шыдаймын ғой. Егер сенсеңіз, 1040 рет хабарласып тұрмын. Қосылды. Алло, Ләзза! Телефон үзіліп кетеді. Сука! Бір секунд қана шыдасаң болмай ма? Сука! Артынан бір келіншек келеді. Кешіріңіз, сағатты айтып жібересіз бе? Уақытты. Рахмет. Әлі ерте екен ғой, қазір келіп қалды. Түсінеді. Ол маған кешікпеймін деген. Ол сондай сері жігіт. Тағы да сағатты айтып жібересіз бе? Рахмет. Әлі уақыт болмапты ғой. Көйлегін түзеп, үстіндегі көйлек, ол екеуміз алғаш кездескендегі көйлек. Ал ол бүгін қара күрте, қара шалбар, қара көзілдірген киіп келеді. Көз әйнегінен қараған аңшы көздерімен мені іздеп келеді. Мен оған өзімнің сағынышқа толы көзқарасымен қараймын. Соң менің қолымнан қатты қысқан күйде белімнен өзіне тартып сүйіп алады. Біз құшырлана сүйісеміз. Ұзақ уақыт сүйісеміз. Кешіріңіз, уақыт қанша болып келдіңіз? Аз ғана қалыпты ғой, ол қазір келеді. Ол маған бір күн әзіл айтқан. Қалай еді? Оның әзілдері күлкілі еместі, бірақ мен күле берем. Аюдан жасырынамын деген құмырсқа аюдың табанының астына тығылыпты. Бұл әзілден гөрі қайғылы оқиғаға жақын. Сіз жаңа уақыт қанша болып дедіңіз? Уақыт келді. Күннің түсуде желдің ұйытқуы дәл біз жоспарлаған. Ол қазір келді. Үсті басын жүрген. Сөмкесінен айна алып шығады, далап алып шығады. Айнаға қарап сәндемейді. Енді бәрі дұрыс. Қалай бәрі жақсы болып тұр ма? Ернемше. Рахмет. Ол келіп қалмады екен, қараңызшы, ол көрінбей ме? Уақыт қанша болды, ол енді келу керек қой. Көйлегім дұрыс тұр ма? Ернім, уақыт қанша болды, тезірек айтыңызшы, сағат
уақытыңызды айтасыз ба, жоқ па? Ал неге келмейді? Әлі келді ме? Мені сыртына бақылап танымай өтіп кетті ме екен? Менің түріме қарап дұрыс сән байқамаған соң кері бұрылып кетті ме? Осының бәріне сіз кінәлі. Сіз маған жоқ деп уақыт дұрыс айтпаған. Ол сондай нақты адам, дәл уақытында келетін жа. Жарайды, мүмкін әлі келмеген шығар, кінәлағаныма кешірім сұрайын. Ол келмесін. Мен оны енді күтпеймін. Уақыттың да қанша болғаны маңызды емес. Айнаның да енді қажеті шамалы. Бәлкім ол келгісі келген болар. Ол басқа біреуді тауып алған шығар. Сіз менің қасыма келіңізші. Менің қасыма келіп үндемей тұрсаңыз бол. Ол қазір келеді. Уақыт қанша бол? Қолынан ұстап тұрыңыз. Ол келіп қалады. Бақытты жұптың лөрін ойнап беріңіз. Күлдіріңіз, әсіл айтып. Жоқ, мен сізге айтам. Аюдан жасырынамын деген қылмысқа аюдың тағамның астына тығылыпты. Неге күлмейсіз? Жарайды. Орныңызға барыңыз. Сізге керек емессіз. Сіздің уақытыңызда 5 тиынға қажеті жоқ. Ол келмеді ғой. Мен де кетем. Ол қазір келіп, мені күтіп қиналсын. Ол келсе сізді ешкім күтпейді деңіз. Жоқ, олай айтсаңыз, ол мені өтінгенімді біліп қояды. Ол өзі сұраса айтыңыз. Я, сары көйлек киген әдемі келіншек келді ме деп сұраса, жоқ деңіз. Күтсін, қиналсын. Егер көп күтіп, уақыт өлтірмек болып әзіл айтатын болса, күлмеңіз. Мен кеттім. Біреуді күтіп қиналғаннан, күттіріп күнәлі болған әлде қайда жақсы. Сау болыңыз. Кетіп бара жатып тоқтайды. Уақытты айтып жібермейсіз. Сәл кідіріп, үстін дұрыстайды. Күте бере кетеді. Саяқ түсінбей артына қарап қалады. 4-ші телефон. Диванда тұрып жатыр. Алло? Бұл Айсем апаның қызы ма? Иә. Мен қауіпсіздік департаментіне хабарласып тұрмын. Бұл өте шұғыл мәселе. Мұнда сіздің банк шотыңызды алаяқтар бұзып жіберіпті. Сол себептен сіздің банк картаңызға доступ беремін. Түсінемісіз? Иә, апай, тез етіңіз. Қазір жедел түрде маған банк карточкаңыздың артқы үш санын айтпасаңыз, алаяқтар сіздің атыңызда кредит алуы мүмкін. Иә, Құдай көріп тұр, алдамай. Сөйтіңіз. 377? Иә, жақсы. Үлкен рахмет. Телефонын қояды. Мойным ауырып кетті ғой. 377. Ақымақ. 2-ші телефон. 2 үй 2 түрлі бөлме. Сағат түнгі 1:15. Олжа жазып отыр. Телефонды шылдырайды. Вайнау. Сізге тамақ жасап беремін. Киімдеріңізді іріктеп беремін. Әдемі қыз керек емес пе? Керек. Как раз қарма жорып, такси жібердім, қазір алып кетеді. Менің адресімді білмейсіз ғой? Мен періштермен жақсы алысамын. Олар өздерінің қарындастары қайда тұратынын білетін шығар? Білмейді ғой. Неге? Періштер бәрін біледі ғой. Білсе, менің талай тілеген армандарымды Құдайға жеткізетін еді ғой. Жеткізген шығар. Қайдан білесің? Егер жетсе, результат қайда? Мен ғой результат. Олар саған менің номерімді берген. Как раз. Рас? Мен физикамды періштерге тасып кеткем өткенде. Шынымен де қызық екенсіз. Сіз дей бересің. Жасың нешеде өзі? Қыздың жасын сұрамай. Енді менен кіші екенін анық. Біле білсем мен, жасың бір талайға келген. Білем. Білем? Ал нештен ол? Шамамен 35-36. Дұрыс. Ал сенші? Сен нешедесің? Ал менің жасым 16-да. Ой, қандасым екенсің ғой? Жоқ, тіпті сен менің қызыммен жассың ғой. Давай ұйықта, әке-шешең ұрсады. Менің әке-шешем. Телефон тастай салды. 5-ші телефон. Кемпір қосылатын орындықта отыр. Шалау. Бұл мен ғой.
несі? Кемпіріңнің даусын танымай қалдың ба, жаман шал? Неге хабарластың дейсің бе? Маған бір ой келді. Есіңде ме? Сен командировкаға батысқа кеткенде. Екеуміз телефонмен не бір қызық нәрселер жасап жеп қой. Сағыныш күндері. Есіңде ме, шалау? Қалай? Тағы да еске алғым келеді. Онда ыңғайланып отырып ал. Мен бөлмеге аяғымда қиғаштап басып кірдім. Кірдім де кірпігімнің астымен айналаға көз тастадым. Бөлме сондай ыстық екен. Амалсыз үстімдегі пальтомды шешуге тура келді. Алдымен ең үстіңгі түймені босаттым. Одан соң нәзік саусақтарыммен ең астыңғы түймені босаттым. Содан жалғыз түйме ғана қалды. Ол түймені ағытпай, пальтомның жеңімен қолыңды алып, үстімнен көйлекті сырғытып жерге тастайсың. Бірақ пальтосызда бұл бөлменің жылу азайған жоқ. Ақырын ғана нәскиімді шеше бастадым. Не? Нәски несі бұтыңдағы шеш? Шал, сен шыдамсызсың. Бұрын қандай шыдамсыз ең, әлі де сондайсың. Бұтыңда 2 қабат колготки бар. Ал, оның ішінде 2 қабат шалбарым бар. Барлық қызықтыңыз. Не? Кетші бай, ренжідім. Телефонын тастай салады. 4-ші телефон. Диванда біреу жатыр. Я, рахмет. 50% жібересің ба? Жақсы. Телефонды қояды. Телефонын тоғын кезет. Бүгінге жұмыс бітті. Құдай берді деген осы. Ұйықтайтын уақыт болған сияқты. Жаңа ғана үзіп тастаған телефоны қайта шырылдайды. Біреу түсінбей ақырын телефонды алады. Алло? Бұл мекен? Бұл Құдай. Сенің қолың бос ба? Сөйлесуге уақыт таба аласың ба? Түсінбедім. Сіз ойнап тұрмысыз? Сенде уақыт барын білемін. Сондықтан бір сөйлесің. Менің қазір уақытым жоқ, мен ұйықтаймын. Ал менде уақыт жетерлік. Сенің қазір-ақ жүрегіңді тоқтатып, 100-100 отырып сөйлесуге болады ме? Бірақ саған бір мүмкіндік бергім келеді. Сен несің сол ма? Не алып отырсың? Мені үйтіп болып салама, сен кімсің өзің? Мен саған басында жүріп мекенім. Құдай? Ей, сайқымазақ. Мен де саған басында айтқан, мен ұйықтағалы жатырмын. Сау бол. Телефонын қояды. Төсегін салып жатқанда телефон қайта шырылдайды. Мен телефонды үзіп тастап едім. Алло? Алло. Тыңда. Маған ешкім дауыс көтермеген. Өтінемін. Сәл өткен бол. Бәрі жазылып жатыр. КМ-ға. Білемін. Мен ештеңе істегенім жоқ. Босқа маған хабарласып уақыт құртып отырсыңдар. Құдай ай десем өзіме етеді.
Сен әлі сенбей отырсың ба? Неге сенуім керек? Болды, неге мен қанша себептер жібердім сендіруге. Соның өзінде сенбейтін не деген жаратылысыңдар өзің? Бауырым, базар жоқ. Образға жақсы етіп тұрсың. Даусың төмендетіп, андай интригамен сөйлейсің, бірақ ренжіме, мені алдай алмайсың. Ал, сенің үшін не істейін? Үстіңде киіміңнің түсін айтып берейін бе? Ал, айтам. Ақ майка, қарныңда кофенің дағы бар. 52-ші өлшемді. Бұтыңда қара дамбал, жуылмағалы 2 апта болған. Біреу сүзбек үстіне қарайды. Соң жан-жағына қарайды. Мұнда камера бар ма? Айт, қайда тықтың? Қашаннан бері мені бақылап жүрсің, айт. Сен туылғаннан бері бақылап жүрмін, пенде ма? Мен сендердің система схемаларыңды білем. Олай бала ұқсап алдамай-ақ қой. Жарайды. Бұған сенбесең, онда телефоныңның тұтқасын құлағыңа тосып тұрып, өшіретін күнін қадамашы. Біреу оның айтқан істейді. Ал істедім. Алло. Алло. Айттым ғой алаяқтарды. Кім алаяқ? Сен сайтамдысың? Қалай сөйлеп тұрсың? Сен айтқан сөзді ұғасың ба жалпы? Біреу телефонды қолына ұстап, терезелердің жапқысын жауып тұрады. Білесің бе? Мен көптеген фильмдер көрейін. Терезені не үшін жабасың? Қорықпа, сыртта ешкім жоқ. Біреу басын жасын. Сенің басың қышып тұрған жоқ. Сенің мойың қышып тұр. Болды. Жарайды. Үлкен адамдарымыз ғой. Үлкендерше сөйлесейік. Саған не керек? Сенмен сөйлесу керек. Бағанадан бері сөйлесіп қой, одан артық не керек? Мен тіпті үйдегілермен де ұзақ сөйлеспеймін, понимаешь? Зря. Сене орысша білесің бе? Құдай орысша сөйлеп тұр ма? Сеніңше қай тілде сөйлеу керек? Білмеймін. Мен өз тілімде сөйлеп тұрмын. Сен өз тіліңде түсін. Ой, болды, жетер. Егер сен шынымен де сол болсаң. Кім? Әлгі, өзің айттың ғой, жоғарыда. Мені жоғарыда деп кім айтты? Құдай! Құдай болсаң, бір чудо жасашы, сол кезде сенен. Жасадым. Да болмады ғой! Әлде, далада күндіз болып кетті ме? Сен шынымен де бір түрлі екенсің. Сен аңғармай тұрсың ба? Өзіңді тыңдар. Неге өзіңді тыңдай? Менің даусым? Сен! Ой! Сіз! Құдай! Қайтар менің даусымды! Қайтар! Дауысы түзелгенін естіп, қаны қоясың. Не болып кетті өзі? Құдайым сақтай бар. Бұл жай ғана түс. Мен ұйықтап жатырмын. Немесе мен қатты шаршап қалдым. Жоқ, мен салдырақтап жатырмын. Иә, мен салдырақтап жатырмын. Телефоны қайта ашылды. Алмаймын. Ал көрейік. Төсекке жатып, көрпенің ішіне оранып алды. Телефон ұзақ шырылдап барып, өздігінен громкоговорителге қойылады. Пендем-ау, не болды? Мен ғұмырымда бір хабарласып қалғанда телефон көтермейтін не? Алло. Егер көтермесең, телефоныңды не үшін ұстайсың? Сен көрпеге оранып басыңды бүркеп жатқаның мен естіп тұрғаныңды білем. Келсеңші, бір сөйлесейік. Қаншама миллион жан бар, менімен бір тілдескенді қалап жүрген. Сол миллионнан бір мүмкіндік саған келіп тұрғанда, мүмкіндікті неге пайдаланбайсың? Біреу көрпені ақырын ашады да жатып сөйлеседі. Неге? Мен? Сол сізбен сөйлескісі келіп жүргендермен неге сөйлеспейсің? Маған қазір сен қызық болып. Ал маған қазір ештеңе қызық болып тұрған жоқ. Мен жай ғана ұйықтағым келіп тұр. Неге? Мен енді бәрі хабарласып алдым. Сен телефонмен сөйлескенді ұнатып ғой. Енді ұнатпай. Мүлдем сөйлеспейін деп шештім. Рас па? Рас. Құдай үшін деші? Құдай үшін. Қалжың, олай айтпай қой. Жақсы онда. Телефонмен енді сөйлеспесең болғаны. Басқа жұмыс көп қой. Солай емес пе? Иә. Ертеңнен бастап басқа жұмыс іздеймін. Жақсы онда. Сау бол, пенде. Сау болыңыз.
Иә, айта ғой. Сіз сонда қайғыдайсыз? Үнсізді, жарықсызбын. Бірінші телефон. Көше, телефон дөңгіршегі. Саят гитарасымен ән айтып тұр. Айтшы жаным, қайда жүрсің, қайда? Шақырады арманыңның айға. Қызғалдағым көктемім боп жайна. Аңсағаным. Жаңағы шляпа киген бір өтіп бара жатқан адам Саяттың қасына тоқтап, сол қалтасын қарайды, ештеңе таппайды. Оң қалтасын қарайды, ештеңе таппайды. Төс қалтасын қарап, ішінен 50 теңгені алып шығып, ол ақшаға мұқият қарап барып, Саятқа 50 теңге лақтырып берді. Кешіріңіз, тоқтаңызшы, сізге айтамын. Шляпа киген мырза, сіз тіпті менің әндерімді тыңдамайсыз ғой. Шляпа киген адам түкте естімеген адамды келіп қалады. Бірақ рахмет, сіздің салған ақшаңыздың бәрін есептесек, ол ақшаға бір гитара сатып алуға болады. Маған текке бергенше өзіңіз тегін ән айтар едіңіз. Немесе мен сізге берген барлық ақшаны жинасам, өзіме бір телефон сатып алар едім. Сонда мына құрғыр қарғыс атыр телефонға тәуелді болмас еді. Ай, кешір телефон. Өзім түсте алмай қалдым. Саят гитарасының қабығындағы жиналған ақшаларды алып шығады. 50, 100, 200, 350, о! 7 минутқа жетеді. Ақырын телефон дөңгіршегіне 50 теңге салады. Телефонды құлағына қосады. Екінші телефон. Екі үй, екі түрлі бөлме. Сағат түнгі 12:30. Олжас жазып отыр. Телефон шырылдайды. Алло. Алло, сіз әлі ұйықтамағансыз ба? Сен сонда маза бермесең қалай ұйықтай? Саған не керек өзі? Кімсің? Номеріңді қайдан алдың? Мен негізі сізден тек жалғыз нәрсе сұрағым келді. Сұрақ. Сәл ыңғайсызданып кетті. Сағат түнгі 12:30. Енді уже ыңғайсызданып түгі жоқ. Ақша керек пе, не болды? Маған сіздің ақшаңыз керек емес. Білесіз бе? Қалай түсіндірсем екен? Осыдан 17 жыл бұрын сіз Ақтөбе қаласында студент болдыңыз ғой? Иә, примерно сол кезде оқып қалғам, иә? Сол кезде қысқа таман бір вечерге бардыңыз. Ол кезде вечердің білетін ғой, не болыпты? Сол күні сіз Үміт деген қыздың туған күніне барғансыз. Иә, мен кішігірім тамада болғам сол күні. Жазық шат еске түсіріп жібердің ғой. Сосын енді оның бәрі қайдан білесің? Сол Үміт деген қыздан туған күн. Ол менің мамам. Ол мені жайсаң балалар үйіне әкеліп тастап кетті. Сосын тәрбиешіге хат қалдырыпты. Хатты тек 16 жасқа толған кезде ашуға рұқсат етті. Бүгін менің туған күнім. Түсінген. Менің бұл оқиға не қатысым бар? Хатта сізді менің әкем деп жазыпты. Толық аты жөніңізді справочниктен қарап телефон нөміріңізді тауып алды. Телефонын тастай салады. Қайта звондайды. Алло, сен олай айтпа. Сен қателесіп звонып тұрған шығарсың. Кім біледі? Қазір әрі түн болды. Ертең дұрыстап сөйлесек жарай ма? Мен мазалағаныма кешірім сұраймын. Бірақ бүгін менің туған күнім еді. Иә. Туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Ата-анаңның үмітін, ой, кешір. Үлкен азамат бол өз. Рахмет, бірақ маған бір ғана нәрсе қажет болып тұр. Тек соны орындасаңыз, бүгінге енді мазаламаймын. Айта ғой, ол не? Сізді папа деуге болады ма? Енді ол жарға белгісіз ғой. Ертең сөйлесек, Мен 16 жасыма дейін ешкімге папа деп көрмеп едім. Тек бір-ақ рет айтайыншы, ең болмаса бір-ақ рет. Жарайды. Папа,
Сәнің телефонды тастайсың. Үшінші телефон. Түрме. Еркек пен әйел. Қалай ғана? Тағы қорлауға келдің. Жауабын білмейінше кімге келдің? Жауабым не осы? Мен түрмеден басқа не жауап берем? Не сенбеймін. Басқа не істейсің сен деймін? Шындығы осы. Неге? Сенің жан досың еді. Сол түні үйде тек үшеуміз ғана болдық. Иә, мас болғанша іштік білемін. Соның кесірінен ештеңе есіме түсіре алар емеспін. Бірақ ол ондай жаман адам емес еді ғой. Бір рет шалыс басып, басқа елдің төсегінде болғаны болмаса, ол мені сүйеді. Бірақ ол сен дегенде ішкен асы жерге қойшы. Сені бауырындай көреді. Сен қалайша өз бауырында? Ол қойш. Әйел сөмкесінен қанға боялған жидені алып шығады. Міне, көрдің бе? Мен күнде осы жидені құшақтап жылап, түнімен осы қанға боялған оның жидесін ескем. Қалайша сенің бәрін бар? Неге? Қайтар менің күйеуімді, қайтар менің жанымды, қайтар! Тоқта, білесің. Мен неге түрмеде отырмын? Өйткені? Не өйткені? Өйткені мен сені сүйемін. Мен сені баяғыдан ұнататынмын. Ең алғаш ол сенімен танысқанда мен бұрын көз салғанмын. Бірақ досым менен бұрын сені жақсы көріп қалғандығын айтты. Ол бақытымды таптым деді, болашақ балаларымның анасын таптым деді. Мен соны ести тұра, оның бақытты көздерін көре тұра, қалай өз сезімді айтамын. Сөйтіп махаббатымнан бас тарттым. Соңғы уақыттары ол сені басқамен ауыстырып жүргенін көріп, сол уақытта неге өз сезімді айтпадым деп қатты өкіндім. Тіпті сенің жасырын жылайтыныңды да естіріп. Егер сен менімен болғанында, мүмкін бақытты болар ма екен? Сонда сол үшін оны өлтіру керек болды ма? Тыңда, сол күні үшеуміз сендердің 5 жылдықтарыңа жиналғанбыз. Іштік, сен де, мен де, ол да қатты мас болдық. Бір уақытта ол дәретханаға кетіп қалды. Сен маған оның көзіне шөп салып жүргеніңді білетініңді айттың. Және одан кек алғым келетінін айттың. Маған жабыса кеттің. Бірақ мен сенен қарағанда есімді білетінмін. Мені құшақтап сүйе жөнелдім. Ал мен сені бір сүюді алғаш көргеннен аңсағанмын. Сол сүйістен соң мен оның барын ұмыттым. Екеуміз ұзақ уақыт бойы аймаластық. Ал ол барын көріп тұрды. Біз де оны көріп қалдық. Соң екеуің ұрыса жөнелдіңдер де ас үйге кіріп кеттіңдер. Мен өзімді кінәлі сезініп бір орында отырып қалдым. Аздан соң оның айқайлаған дауысын естідім. Шошып орнымнан атып тұрып ас үйге кірсем, оның кеуде тұсында пышақ қадалып тұр екен. Ал сен дым болмағандай ұрыстарымен қарай жалғастырып тұрсың. Оған неге жауап бермейсің деп айқайлап жатырсың. Содан сені көтеріп алып ваннаға кіргізіп суық суды қосып кеттім. Өзім ас үйге барып досымның пышағын суырып жатқанымда полицейлер кіріп кетті. Содан бар кінәні өз мойныма алдым. Сенің түрмеде отқаныңды көргім келді. Бірінші телефон. Көше. Телефон дөңгершегі. Саят телефонмен сөйлесіп тұр. Иә, Ләззат Темірболат қызы. Әрине күтемін. Менде уақыт жетерлік. Иә, әрине. Алло. Ләзка. Мен естіп тұрмысың? Алло, бұл мен ғой, Саят. Алло. Қалайсың, бәрі жақсы ма? Балалар қалай? Тыңдашы, менде уақыт аз. Мені тонап кетті. Барлық документтерім жоғалды. Бірақ менде бәрі жақсы. Уайымдама. Сен маған ақша аударып жіберші, билет алуға. Мен көп ұзамай келемін. Мен қазір адресті айтайын. Қазір есімнен шығып тұрғаны. Сен трубканы тастама. Қалтасынан қағаз іздейді, таппайды. Гитараның чехолынан іздейді, таппайды. Алло, Ләзка. Алло, мен. Шляпа киген бейтаныс адам тағы өтіп бара жатыр. Қалтасынан билеттерді алды. Кешіріңіз. Бұл жердің адресін айтып жібереміз. Алло, қазір сен трубканы қойма, жарай ма? Бейтаныс адамды тоқтатып алады. Жауап берсейші. Бұл жердің аты қалай, мен қайдам? Сенің күл аузың барын өзі. Сен естимісің? Бейтаныс адам кетіп қалады. Телефонға жүріп келеді. Алло! Ләзка, мен! Алло! Сука!
әлі ерте екен ғой. Қазір келіп қалар. Түсінемін. Ол маған кешікпей келем деген. Ол сондай сержі. Тағы да сағатты айтып жібересіз бе? Мен білмеймін. 5-ші телефон. Кемпір қозылардың орындықта отыр. Шалау, ақшал, жаман шал. Бүгін үлкен қыз келіп кетті. Ола келіншек алып кетті. Жақында той болады екен. Сен қашан келесің еге, шалау? Көрші әйелдің қызы тұрмысқа кетіп жатыр. Оның да ұзатуы болады. Сен қашан келесің еге, шалау? Кіші немерен биыл мектеп бітіреді. Сен қашан келесің еге, шалау? Күйеу балаң әкімшілікке жұмысқа тұрды. Сен қашан келесің еге, шалым-ау? Кемпірің сені сағынды. Сен қашан келесің еге, шалым-ау? Ең болмаса мен алып кетші, шалым-ау? Шалау, мен шаршадым. Мені неге өзіңе шақырмайсың, шалау? Ясан темір болар қызы. Сіз тағы да дәріні түшпегенсіз бе? Жүріңіз. Мынау не? Баяғы әдетіңізге қайта басқансыз ба? Айтып ем ғой, бұл сізге телефон жасамайтын телефон деп. Студенттер, Рахиля Машова курсы бізде төлес, сондай қатар Аружан, Әсем, Мұқарама, Сұңқар, Дидар, Сағындық, Димаш, және Ақерке, және Қарағат. Автор шақырыңыз онда, авторлар көріп отырсын жоқ я. Аманшол қазір. Қазір талқылауды бастамас бұрын мен бірінші кезекте мынау айтамын. Пікірлеріңіз қалай болды? Өздеріңіз ойнағыңызбен қысқа қайда егер сұрақ қойып болсаңыздар, сұрақтарыңызды нақты қойып, пікірлеріңізді айтып отырсаңыз, қандай әсер қалдырды? Ал бұл ес. Кім? Бастайды? Мен түсінгенімде бұл әлеуметтік драма. Адамдардың сондағы әр өмірде өзінің ішкі бір проблема бар, әлеуметтік жағдай туралы. Дұрыс па? Так. Тағы қайырлы кеш, осы драма кезең фестивалі аясында осы келіп түскен пьесалардың ішінен іріктеп алған лидерлер қатарында болдым. Яғни жылдан жылға байқап келеміз, әрине прогресс бар. Ал қазір осы заманауи драматургтерге бір айтар кеңесіміз реальный қазір болып жатқан оқиғаларды түсінікті етіп, яғни бір дерек көздерге сүйеніп, сондай бір нақтылық жетіспей жатады. Көбінесе абсурд жайында, психологиялық, адамның жан дүниесіне жаңағы үңіліс, яғни сол жайында қазіргі заманауи драматургияда өте шығармалар көп жазылып жатыр. Ал бұл жердегі яғни шиеленісіп келеді де, әр кейіпкерлердің өмірі шиеленісіп келіп, соңында ғана оның ортақ бір шешімі табылады. Әрине одан кейінгі әр оқырман өзіне бір ой түйіп алары сөзсіз. Жалпы автордан мен қазір осы өзінің пьесасын өзінің көзқарасы бойынша айтып өткен қалар еді. Есіме Олжастың ең алғашқы пьесалардың бірі «Двое кафе» деген есіме түсіп отыр. Осы театр қойды ма, Наташа Крус қойды. Көрген шығарсыздар олар. Сондағы бірнеше жыл кафеде, негізгі орталық орында, сол жерде ылғида кездесіп отырады жұптар. Жанұялық, әртүрлі характермен әртүрлі тағдырмен келеді. Сол
неге сол кезде сыйлады енді жаңағы осыға біраз жауап бересіз ғой бақыттарыңызға тағы сәлем. Мен осындай бір сұрақ қоятынын білдім негізі, бірақ мен оған қанша жерден ойлансам да ол сұраққа қалай жауап беретінімді білмеймін. Мен бағана ғана айтып өткендей, мен актермын. Мен пьеса жазған кезде ол қалай болады және актер қалай ойнайды деп көз елестетіп жаздым всегда. Өзім ойнағым келетін нәрсе жазамын. Ал ішіндегі оқиғалар жалпы мен өзім телефонмен өте көп сөйлеспейтін адаммын, мүлде сөйлеспеймін. Үйдегілерді мүлде іздемейді екен. Туыстарымды іздемеймін, достарымды іздемеймін. Телефонмен сөйлесуге мүлде жоқпын. Мен негізі кінәм ол деп ойлаймын. Осы шығармамен бір жыл бұрын өзім ойыма алғам, ойлағам осындай бір нәрсе болу керек. Телефон, ол телефон жай ғана ол телефон болғанмен ол өмірдегі сөйлесу ғой. Біз өмірде бір-бірімізді әңгіме айту, біз осы нәрсе жетіспейді да, біз сөйлеспейміз өмірде, дұрыс сөйлеспейміз, түсініспейміз. Ал егер ол шығарма әңгіме болса, ол бүйтіп отырып әңгіме айтқан, как-то сахналанған түрде ол қызық емес болып көрінді да маған. Ал телефон арқылы болса, ортада бір нәрсе бар, через бір нәрсе арқылы байланса болады. Біз де телефон ар жағынан мықтымыз, телефон ар жағынан ғана шындықты айта аламыз. Өмірде ештеңе айта алмайсыз бір-бірімізге. Вот осы бір идеялар, осы бір себептер болды маған осыны жазуына негізі. Ал сол әрі сосын көркем шығарма болғандықтан көрерменге жалпы бастан аяқ ұстап тұру үшін, көрерменге сәл де болса қызық болу үшін, образ болу үшін мен ішіндегі басқа линияларды қостым. Негізгі жерден ең басында мен ойлағанда Саят деген ол негізгі кейіпкерді ойладым. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Саяттың өмірі Ден Сурка сияқты. Қайталана береді нәрсе. Бірақ тыйымды қалай бергеніне дейін бір нәрсе қайталанады. Сол кезде байқасаңыздар бір қыз келеді да іздейді біреуді. Ол мен до конца может аяқтай алмадым, мен жеткізе алмадым. Әнші ғой. Мен өзім актермын да, мен әке-шешем Ақтөбенің ар жағында, мен Астанада арман қуып жүрмін. Ал әке-шешем бар, мен бақыттымын да, ал мен бар, әке-шешем бақытты ма, құдай білсін, мысалы. Ал сол сияқты ол менің ойымша отбасын тастап кеткен адам ғой. Кетті ол, адасты, оған не болды, бір нәрсе болды. Ол қайтадан хабарласқысы келеді, но уже поздно. Вот главный линия кейіпкер Саятта деп мен ойлаймын. Сол арқылы басқа оқиғалар, Құдаймен сөйлесу енді олар абсурд, но қызық менің ойымша. Шынымен Құдай егер хабарласса деген сияқты. Оны да жөнге салу, ол антигерой ғой, антагонист қой өзінше. Жағын салған қоғамда. Сол менің жалпы осы пьесадағы айтар ойымның негізгі несі, біз әңгіме айтпаймыз, сөйлеспейміз. Соны мен телефон арқылы ғана алдап қойған нәрсе ғой телефон. На самом деле әңгіме. Рахмет. Осыдан микрофон қазір сөзім аузымда. Осыдан 2 жыл бұрын осы Абайдағы опера театрында телефон деген не қойылды. Спектакль опера бірнеше 3 автордан біреу бөлімдікі, 2-ші дәрігердей, 3-ші бір арқылы человеческий голос еще. Сонда осы телефон арқылы, жаңа сіздің енді негізгі алло деген нәрсені телефон арқылы байланысу барлығының арасында контакт болды да. Менің есіме тағы болды осы недеде, сонда да бәрі телефон арқылы ұрысады, сөйлеседі, жылайды, іздейді, осының бәрі сол неге келеді. Ал, сұрайды. Авторға әлеуметтік мәселені көтерген үшін рахмет әлбетте. Енді бұл жерде мен көрген дүние бір отбасының бір әулетті көріп отырған сияқты болдым да, әр персонаж болғанымен де сол нәрсені аңғарып отырған сияқты болдым. Өзінің бір байланыстары бар секілді, отбасылардың тағдыры, әр адамдардың өздерінің бір тағдырлары деген секілді. Сосын бірақ деген нәрсеге келетін болсақ, енді ана жерде Құдаймен сөйлесетін жер бар да. Мен бір сұрақ қойып көрейін, ол шынымен Құдай ма, әлде ол мошенникті алдап отырған? Соны сұрақ көрейінші, алдымен бір ойымды айтпас бұрын.
Құдай ма, әлде бұл жігітпен сөйлесіп отқан бағана? Сұрақ кімге? Маған ғой, авторға. енді мошенник оны дауысын өзгерте алмайтын шығар. Жақсы, онда олай болса айтайын, Құдайда ғұмыр бола ма? Құдайда ғұмыр бола ма деймін. Ғұмыр? Иә. Неге? Ғұмырында бірінші рет деп айтты да, ал өмірді адамға беруші Құдай. Сол жағынан шамалы ойланған. Түсіндім. Режиссерға бір сөз берсек, режиссер не айтар екен? Жалпы пьеса оқылымы барысында қандай ойлар туындады? Бізде өмірде телефонға қандай қарағанда сол екен. Енді күнделікті сөйлесеміз, ал бұл кейіпкердің телефонмен сөйлескендегі менің ойымша әр адамның ішінде құпия болады. Ешкімге айтылмайтын, тіпті айта алмайтын, мысалы, кемпірді көрсек болады. Ал мен маңызды деп қарадым, адамның өзінің ішіндегі маңызды әңгімелер деп қарадым. Себебі байқасаңыздар, қақтығыстар көп, әлемдер қақтығысы, ердің, қыздың, жігіттің, және де бұл жерде маңызды емес қоңырау жоқ. Бәлкім олардың айналатын адамдар бар, жүрек, бірақ та ең маңызды қалауларын, сырларын, құпияларын менің ойымша олар телефонмен береді. Содан кейін біз енді студенттерміз, барлығымыз қатты сөйлесер, өйткені бұл жерде кейіпкерлердің әрқайсысының өзінің бэкграундтары бар. Мысалы кемпір, қаншама академия бітірсең де, немесе басқа нәрсе істесең де оны жасау қиын болады. Сондықтан да бұл жерде менің түйгенім, бізге егер де бұл болашақта сахналатын болса, үлкен адамдар жұмыс істеу керек, ересек адамдар жұмыс істеу керек. Тіпті мысалға әнші болса да жай ғана өлең айтып тұрған. Менің ойымша бір іште бір нәрсе толу керек. Әйтпесе біз қанша тырыссақ та, саған тілін қосып, теңімізді қосып, оценкамызды қосып, біздің қолымыздан келмейді. Бірақ та біз тырысып, тәжірибесімен танысқанымызға, пьесамен танысқанымызға, автормен танысқанымызға бәріміз қуаныштымыз. Кешіріңіз, мен сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем, мен бұл жерде айтып тұрған бойынша Құдай оның адамның өмірін шешеді ғой. Ал бұл жерде текст бойынша айтып тұр, мен ғұмырымда, оның ғұмырында бір рет хабарласып тұрғанда сен неге телефоныңды көтермейсің деген текст болады. Достар, Саламатсыздар, үлкен рахмет драматургке, режиссерге и актерлерге. Орысша айтайын, қазақ тілін жетпей қала ма деп қорқып тұрмын. Я бы очень хотела сказать, что это очень интересная читка. Во-первых, что очень ценно, это такое многоголосие. То есть мы увидели и как бы историю отца и дочери, брошенной в роддоме, историю человека, его разговора с Богом, и также мне очень понравилась история женщины, которая все ждет своего влюбленного. То есть здесь это настолько много как бы разных историй, и они уместились, и что самое ценное для меня, здесь такая четкая структура, что каждая история, она завершена. И здесь очень было много нагнетания до конца, до финала. И мне очень понравилось, что в каждой истории была своя кульминация и свой такой момент. И эти истории, может, они кажутся на первый взгляд, как бы часто могут и встречаться в жизни, но настолько тонко написаны диалоги. Вот мне тоже очень понравилось, как вот написаны реплики отца, как написаны вот реплики девочки, и вот как пел парень, это все тонко, это не было похоже на индийское кино там и так далее, словно это, по-моему, очень достойный текст, и достойно как бы показали его, вот спасибо тоже режиссеру, актеру, я
мне трудно вас назвать будущими, потому что уже сейчас у каждого из нас свой голос, и это чувствуется. Спасибо большое. Рахмет. Олай болсын қорытындылай себебі біздің авторымыз қазір самолет үйінің ішінде отыр. Қазір самолет екен, астанаға ұшу керек, сондықтан да баршаларыңызға қатысып пікір айтқандарыңызға үлкен алғыс айтқым келеді. Және де мынау бүгінгі біздің демеуші жүрген атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының осы 3-ші курс актерлар тобына машһурлар тобына үлкен алғыс айтып, осы біздің драма кезектің атынан арнайы мына жерде театр факультетіне алғыс грамотасы, алғыс және мына жерде сіздердің барлығыңыздың аттарыңыз жеке-жеке жазылған үлкен алғыс айтамыз. Осылай уақыттарыңызды бөліп берді. Сендердің уақыттарың жоқ. Сендер осы неде отыруларыңыз керек еді, аудиторияда, бірақ осында келіп осылай өнерлеріңізді көрсеткендеріңізді көріп отырып қалды. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс айтамыз да, келесі жолда осындай жақсы осы құрамда кездесуге жазсын дейміз. Достар, бізде соңғы оқу қазір Аманжол автор біраз қосында істеуіңіз. Сіздерге рахмет. Осыдан 3 жыл бұрын мен пьесаны көріп кеткен, байқамай осы жаққа. Содан бері мына жаққа қатты келгім келетінді, мен үнемі ютубтан қараймын, 3 күн өтіп кеткеннен шығар. Қатты келгім келетіндей бүгін келдім. Мен маған қатты ұнады. Күшті болды. Бізде өзіміздің театрда оқып тұрамыз, әртүрлі авторларды. Қолғанат Мұраттың Понинді оқып тұрамыз, бізге сондай задача береді. Сол кезде бізде өзімізше қудыртып бір нәрсе жасап, олар жасап отырсамыз өзімізше читка болса да. И мына жақта кәдімгідей бір спектакль сияқты болды. Балалар өте керемет. Сахналық бір үлгісін көрдіңіз ғой? Қалай шешу керек екен. И жалпы болашақта бір мен өзгертетін нәрсе барлығын өзіме түртіп қойдым, көрдім, естідім. Балалар сөздерінде айтылды, соның барлығын артық біреу артық деген сияқты. Рахмет екен, осы маған көп көмегін тигізеді деп отырғаным. Міне, нәтижесі осы сөзді есту үшін осы жерге келуге болады, осы жерде тұруға болады. Рахмет сіздерге.